Сіздермен мен есімім Жұмаша Фарида, Oriflame компаниясының ашық саттағы директормын. Бүгін сіздерге Oriflame компаниясына заказды қалай салу жөнінде үйрететін боламын. Ең бірінші интернет приложениясына кіріп oriflame.com сайтына кіріп алып теріп, одан кейін уже логин парольдерімізді теретін боламыз. Сол үшін тіркелген сәттен бастап өздеріңіздің логин парольдеріңізді жаттап алуға тырысыңыздар. Одан кейін войти. Яғни кабинетімізге кіріліп жатыр. Енді заказды қалай саламыз? Оның екі түрі бар. Бірінші түрін айтып өтейін. Бірінші түрі ол сағаттың астында ұзыннан тұрған 3 сызық бар. 3 сызықты бассаңыздар, каталог ашылады. Бұл жерде каталогтың түрлері көп. Не қараңыздар, текущий каталог бар, келесі каталог, wellness продукция, новая продукция, любой каталог сізге керегін барлығы осы жерде дайын тұр. Енді қараңыз, не істейсіз? Бірінші открыть каталог, яғни 13-ші қазіргі текущий каталог, соны ашамыз. Және де ары қарай жылжытатын болсақ, мысалы маған бұл осы крем пудраға айналады. Новинка, осыны мен сатып алмақшымын. Купить продукты деген жерді бассаңыз, кодын термей осылай таңдап алуға болады сізге. Мысалы осылай. Қазір наличиеда жоқ дейді. Так, мына түрінен салып көрейік. Барынан в корзину дейміз. В корзину жаңағы корзинаңызға салынды. Бірінші түрі осылай. Егер код жазып жүргілеріңіз келмесе, бұлай таңдап тұрып заказдарыңызға корзинаға қоссаңыздар болады. Енді екінші түрі. Байқасаңыздар, менің авам тұр, аваның жанында сумочка. Вот сол корзинаға басамыз. Мен уже кішкене дайындап қойдым салатын заттарында. Ол үшін міне кодтарын теріп салып қойғам. Бірақ сонда да менде қазір мына жерде тағы бір нәрсені қосқым келіп отыр. Добавить заказы. Вот мына жерге штук, яғни кодын штугын жазу үшін. Қазір шаш пен тырнаққа арналған витаминді жазайын. Коды міне 29706 бір штук деп жазам. Және де в корзину. Қараңыздар, уже қосылды корзинаға, міне, внутри комплекс. Енді не істейміз? Ары қарай уже продолжить басамыз. Ол жерге продолжить басқаннан кейін уже каталогтағы баға емес, өзінің бағасы шығып тұратын болады. Міне, менің 50%, яғни 150 балл 2 рет жасағаным үшін маған әр затты 50%-ке береді. Ну, wellness витамині мен новэж наборынан басқа. Енді қараңыз. Мұнда кейде осылай шықпай қалатыны бар, ол үшін тағы да басамыз картинаны. Егер қаласаңыз, өзгерткіңіз келсе, мына жерден мысалы шампунь Элео маған 2 штук керек. Вот соны өшіріп 2 штук деп жазамыз. Сонымен ол өзгертілді. Ал егер мына масло, восстанавливающее масло для волос Элео маған керек болмаса, мен жанында тұрған X-ті басам. Міне, вот сол кезде ол өшеді. Уже алып тастаймын корзинадан. Сонымен ары қарай кеттік, продолжитті басамыз. Елу проценттеріңіз бар болса, мен қазір мына жерде сумочканы 50%-ке салып көрейін. 41,666, міне. 50%-ке былай саласыздар, посмотреть дегенді басасыздар. Добавить в заказ.
Енді сол сумка 50%-ке салынды ма? Көреміз. Или мен кодын дұрыс термедім ба? Так. Ой, қайда кетті? 41 екен, мен 42 деп теріппін. Міне, доступно для заказа. Значит, бұл түсіп тұр деген сөз. Мына қараңыз, негізгі каталогта 9500 теңге бұл сумка, ал 50%-ке салсақ шыққан жоқ что-то. Онда қайтадан тағы басып көреміз, изменить заказ деп. Қосылу керек. На вот 50%-ке 4700 болып шықты. Яғни 50%-ің выгодасы осында жатыр қыздар. Сондықтан 150 балдан түсірме жасаңыздар. Мен сияқты қымбат заттарды осылай жарты бағасына ала аласыздар. Енді ары қарай кеттік. Вроде мен заказым дайын. Енді мына жерде подписка жасағам. Мультивитаминге 4-шісін тегін алайын деп жатырмын. Осы 4-шісі бізде благотворительский алынады, я. 2 адам тіркеген үшін сумка шоппер алынып жатыр. Яғни 690 теңгеге 15 000 теңгелік сумканы алып жатырмын 2 адамды шақтан өткізгенім үшін. Сондықтан бұндай сыйлықтардан құр қалудың қажеті жоқ, қыздар. Ары қарай кеттік. Менің заказымды міне сіздер айлыққа шыққаннан кейін сіздерге компания скидка беріп отырады. Мысалы, менің қазіргі сума 47 861 теңге. Айлығымнан минусовать етілгенде мен 44 000 затын мен қазір 17 000 теңгеге алып жатырмын, қыздар. Сондықтан Oriflame компаниясына доходқа ертерек шығуға тырысыңыздар. Ары қарай кеттік. Уже доставкасына келген кезде мен обычно доставканың адамы Алматыда тұрам. Ол жерге курьерская доставка Алматыда тұрсаңыздар. Сағаттары бар, күндіз әлде кешке. Вот сонда өздеріңізге ыңғайлы уақытын аласыздар, егер Алматыда тұрсаңыздар. Ал енді басқа қалада, я. Ол үшін Қазпоштаға беретін болсаңыздар, курьерская доставка ары қарай уже, мысалы, Ақтөбеде тұратын болсын, Ақтауда тұратын болсаңыздар, осылай теретін боласыздар. Қазпошта наложный платеж. Бұл наложный платеж, яғни қолма-қол төлеп аласыздар Қазпоштадан. 9% менеджерлерге арналған выгода. Ал енді сіздер новичок болсаңыздар, олай тере алмайсыздар. Сіздер былай тересіздер. Қазпошта предоплата Ақтау деп тересіздер. И өздеріңіздің қалаларыңызды обычно предоплатамен жібересіздер бірінші заказдарыңызды. Одан кейін барып уже поштаға жіберілетін нәрсе. Ал енді сіздер эспоға беретін болсаңыздар, қараңыздар. Мысалы, сервисный пункт обслуживания деп тұр. эспо, соны таңдайсыздар. Oriflame'ның офисіне беретін болсаңыздар. Қазпоштаға 1100 теңге, ал эспоға 700 теңге төлейсіздер. Осы жерде выберите город деп тұр. Өзіңіздің таңда, мысалы, Ақтауды таңдай берейін. Ақтау қаласында эспо қай жерінде бар екен. Вот адресіне қарайсыздар да, өзіңіздің қай жерге жақын соны таңдап, міне офистің барлық несі жазылған бұл жерде. Уже қай уақытта істелінеді, жаңағы менеджердің номеріне дейін барлығы бар. Егер эспоға беретін болсаңыздар, ары қарай доставка 700 теңге.
предоплата уже Қазпоштаға 700 теңге тоже. Осылай доставкасын теріп өздеріңізге ыңғайлы жерді таңдайсыздар. Басқа жерді таңдап жүрмеңіздер. Бірінші заказдарыңыз болса, уже спонсорларыңызбен ақылдасып, сол жерде жіберетін боласыздар. Ал негізі осылай. Енді қараңыз, мен 150 балды 2 рет жасағаным үшін компания маған доставканы тегін беріп отыр. Ал доставканы адамы 1000 теңге тұрады негізінде. Сондықтан тегін доставка. Қаншама экономия жасап жатырсыздар 30 000 теңгеге заказ алғандарыңыз үшін. Ал енді осы жерде барлығын түгелдеп, дұрыс барлығын тексеріп алғаннан кейін барып уже завершить оформление заказа деген жерді басасыздар. Сонымен сіздердің заказдарыңыз кетеді. Ал сәттілік заказды осылай береді. Егер түсінбеген жағдай болса, уже спонсорларыңызға шығып, солай үйреніп алыңыздар.